қыздар, бүгін молекулар милдың қақталған құлпынаймен хош иісті бал тәрізді пирог жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен жұмыртқаға сүтті, сұйық майды, қантты қосып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстіне ұнды қосып, және де разрыхительді қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен сындай молекулар милдың қақталған құлпынайын қостым. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін. Осындай құлпынайларды Валберстан заказ беріп алдым. Кодты төменге жазып қалдыратын боламын. Табамызды майлап, біздің массамызды қойып, және де қызып тұрған пешке 180 градусқа 35 минутке пісіріп алатын боламыз. Неке қыздар, біздің пирогымыз пісіп шықты. Дәмі өте керемет болып шығады. Қыздар, ортасы да жұмсақ болып, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Парақшамнан осындай жеңіл рецепттер таба аласыздар. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.